Екінші дүниежүзілік соғысынан кейін Германия территориясын мына картадағыдай бөлісіп алды. Шығысында Совет одағы, батысында Америка, Франция және Британия. Сталин Шығыс Германияда коммунистік режим орнатып, бүкіл завод фабрикаларын бөлшектеп тасып алып кетті. Сонымен қоса Сталин Британияның бақылауындағы территорияға иелік беруді талап етті. Өйткені ол жерде өндірістік кәсіпорындар көп шоғырланған, яғни ол жерде пайда көп. Бірінші дүниежүзілік соғысында да Германия жеңіліс тапқан болатын. Ол кезде де елде түк қалдырмаған болады. Елдің жағдайы өте қиын. Қараңыз, 1 миллиард марка бір купюрада. Осы жағдайда халық Гитлерді қолдап, Гитлер де бұл жағдайды пайдаланып, елде өз режимін орнатты. Сталиннің идеясы Германия қайтадан байып, шабуыл ұйымдастырмау үшін барлық байлығын алып кету. Жалпы айтқанда, кез келген радикалды идея ол жоқтықтан пайда болады. Ал оның алдын алудың жалғыз жолы бар. Ол халықтың жағдайын жақсартып, дамыту. Мейірімділіктің пайда болу себебі де осы. Германия халқы кек алу жолын іздемей, заводтар мен фабрикаларда жұмыс істеу керек. Осы екінші дүниежүзілік соғысынан кейін Америка Германияға салған қарызын не істеді білесіздер ме? Бағана айтқан ақша реформасы кезінде 379 миллиард рейхмарк қарызын кешірді. Сонымен қатар Шығыс Германиядан коммунистік басқару идеясы кіріп кетпеу үшін елді капитализмнің бетпердесіне айналдырды. Осылайша 50-ші жылдардан бастап Шығыс Германиядан келген қашқындарды Батыс Германия құшақ жая қарсы алды. Өйткені кедей халық кез келген жұмысқа аз ақшаға келісе береді. Ал батыстың заводтарына жұмыс күші тапшы.